бір жігіт айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен бір жорыққа шықтым. Сол кешке таяу шатырдан шықсам, бір оттың жанында бір топ әйел отыр екен, қыз келіншектер отыр екен дейді. Жаспын ғой дейді, қылшылдап тұрған. Қайтадан шатырдың ішіне кіріп, әдемі киімдерімді киіп, әтірлерді сеуіп, сол жерге барып оттың жанына отырдым дейді. Сөйтіп отырып, сол жерде әңгіме айтып отырмын дейді. Сөйтіп отқанда пайғамбарымыз шығып, мені көріп қалды дейді. Ананың арасында отқанымды. Сөйтіп көзімен бақырайып таң қалғандай қарады дейді. Әй пәленше, мұнда неге отсың сен? Сасып қалдым дейді. Сөйттім да, жай мынау түйем қашып кетіп еді, соны байлайтын жіп іздеп шығып едім деді дейді. Сөйтіп айттым дейді, амал жоқ. Содан пайғамбарымыз маған көзімен тіке қарап тұрды да, ымдағандай болды, маған ер деп. Сөйтіп бұрылып кетті. Мен арқасынан жүрдім дейді. Бір жерге барып тоқтап, ол кісі үстіндегі шапанын маған берді да дәрет алды. Дәрет алып болғаннан соң шапанын қайта кетті. Негізі дәретке шыққан екен да ол кісі. Сол дәрет алып болғаннан кейін маған қарап, ей пәленше, түйең қашып кетіп еді, сен не істедің енді деп айтты. Тұр ғой болмаса, я? Ұялдым дейді. Содан кейін көріп қалған жерінде айтатын болды дейді. Ей пәленше, түйеңді не қылдың деп. Содан мен ұялып пайғамбардан тығыла бастадым дейді. Ол кісі мешітке кіріп, намазға кіріп кеткесін аңдып тұрам, сосын барып кіріп оқып алам дейді. Ол кісі намазын бітірмей тұрып тез шығып кетіп қалам дейді. Сөйтіп аңдысып жүр, бірақ бір күні ұсталады ғой ол, біледі ғой, бәрібір ұсталады енді ол бәрібір. Сол сөйтіп аңдысып жүргенде бір күні мешітке келіп аңдысам, пайғамбарымыз жоқ екен, намаз оқып шығайын деп кіріп, намазға тұрғаным сол-ақ еді, пайғамбарымыз кіріп қалды дейді. Ұсталды, енді намазды бұза алмайды. Ұзағынан оқыдым дейді енді. Анау кісі оқып кетіп қалса екен дедім дейді. Ол кісі оқыды, жеңіл қылып 2 ракат намаз оқып алып, менің жаныма келіп отырды да, отырды дейді. Мен ұзағынан оқып жатырмын, сосын айтты дейді, ей пәленше, қанша ұзын оқысаң да мен саған жолығуға келдім деп айтты дейді. Амал жоқ қой енді, сосын намазымды қысқартып, бітіріп, сәлем беріп, пайғамбарымызға қарадым. Пайғамбарымыз айтты дейді, ей пәленше, жоғалған түйеңнің байлауы не болды дедім дейді. Сонда айттым дейді, ей Расулалла, жоғалған түйемнің байлауы Аллада болды ғой деп айттым дейді. Содан кейін бұл кісі сұрамайтын болды дейді ол нәрсені. Одан кейін мен әйелдердің арасына кіріп отырмайтын болдым дейді. Сабаққа.